Так, BYD Destroyer гибрид. Короче, мен алғанда примерно 35 па 42 ма сондай болған етін пробег. Сол кезде полный бак құйдым. И міне қазіргі пробег 899, қазір тағы 95 полный құямыз. И қанша кеткенін есептейміз. 11.040 литр, короче, 95. 11.400. Кеттік. 40 литр. Даже 850 километр деп есептейікші. 50 километрін алып тастаймыз. Жаңа салондан шыққан кезде машина 47 ма? Сондай точно. Есімде шығып кетті. И то, қараңыздар, 850 километрді мен постоянно кондер, климат контроль қосылып тұрды. И кішкене машина резвый болғаннан кейін кішкене притапливать етіп жүрдім енді. Қызық қой енді басында, на что способен деген сияқты. И перестраиваться еткен кезде фук ета қалам. Соның өзінде осынша жүріп беріп жатыр гибрид машина. Менің өмірімдегі бірінші гибрид.